Нарманбет Орманбетұлы кесенесі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақсу ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 18 шақырым жерде орналасқан. Нарманбет Орманбетұлы 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің көрнекі өкілдерінің бірі. Әке-шешесі сөз қасиетін білетін, тілге шешен адамдар болған. Нарманбет 8 жасынан бастап мұсылманша сауат ашқан. Оның талабын байқаған әкесі Нарманбетті 14 жасында Қарқаралыдағы орыс мектебіне береді. Жасынан елге білімді азамат ретінде танылады. Ақын өмірінің соңғы кездерінде Қарқаралыда болып қоғамдық қызметтерге белсене араласқан. 1918 жылы кенеттен қайтыс болған. Нарманбет жырлары сол уақыттағы қоғамдық қайшылықтарды әшкереледі, халықты оқу білімге шақырды. 1939 жылы Нарманбеттің өлеңдері жинағы жарық көрді. 1978 жылы Ленинградта басылып шыққан «Поэты Казахстана» атты жинақтары өлеңдері одаққа танылды. 20 ғасырдың 90 жылдарынан Нарманбеттің шығармашылығы кеңінен зерттеле бастады.